көңілім күрсіндің бекер, үстіп ақырын бұл толқын өтер. Дүниенің түбіне жетпеген ешкім, ойнап күліп жүргенге айтшы не жетер. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген уақыт, бақытпенен уақыттың қадірін білші. Жыла, жаным-ау жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе, алдыңа қара, өткен істер оралмайды бәрібір сірә. Үмітім шоқтандың тағы да неге, біз тоқтайтын әлі де алдыда мәре. Жалғыз келдік кетерміз қайтадан жалғыз, өмірменен күресіп екеуміз бірге. Жалғыз келдік кетерміз қайтадан жалғыз, өмірменен күресіп екеуміз бірге. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген уақыт, бақытпенен уақыттың қадірін білші. Күн тымық бұл жақта, әлі де көк түтін, әріректе бір жерлер бықсып жанып жатуы мүмкін. Қойдың алдын ораймыз деп суын шашып, бір рейс барып келдік. Екінші рейсте уже үлгермедік шатаққа. Осыны сіздерге айтайын деп, жаңа айттым, босадың бүгін кешкен осында боламыз, осыны креслермен кезіп айтып кеттім. Егерде сұрақтар болса, қойыңыздар, пожалуйста. Біз өртті өзіміз 6 күн болып сөндіріп жатқанымызда, лично мен өзім соның басында жүрмін, өрттің басында. Енді жеріміздің бәрі түгеліп кетті. Ұлтаудың ненің қарағандың замакымы келді, ұлтаудыққа келді, өздері бәрі көрді. Сосын ұлтау енді неден үкіметтен көмек болады деп айтты, сонысына да рахмет айтты. Содан қуанып отыр енді соған. Бастапқыда осындай өрттің салдарынан малым шығын болды. Содан өрт қыр жақтан келді, Байғоңыр жағынан. Содан қойымыз да көп болды, жайылып жатты. Содан қойды айдап тақырға қамадық сасқанымыздан. Сол есіміз танып өзі тақырға от кемей шығардық, ойладық. Өрт деген жан жақтан келді, ой бермеді. Сонымен үйге тығылдық, әйте тас үйге бұлар. өрт құрғақ найзағайдан шықты дейді, келісесіз осы пікірмен? Енді солай шығар енді, бірақ әйтеуір найзағай түсті бүкіл жерге. Жауын жоқ, найзағай түсіп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар, Сәке, мынау ветврач, басқалардың жұмысына қандай баға бересіз? Ой, ветврачтардың жылына осы дұрыстап та емдемейді осы малды. Анау күні көктемде емдейтін мал әлі емделген де жоқ мысалы. Егілген жоқ? Егілген жоқ әлі. Ол анау төлдерге сырға да саған жоқ әлі. Онда сырға салынбаған мал енді ол есепте болмайды, оларға төленбейді ғой, Оларға төленбейді деп жатыр енді, қайдан біледі. Соны енді сырғаланған есептелетін малдарыңыз қанша болып тұр өзі? Енді сол 158 бас жіпірді да саулық қой бар. Қалғанын ешкісі тіркеулі енді 30 бас ешкі. Сосын қозылағы, 100 бас қозысы, 20 бас лаға тіркелмей тұр. 10 бас бұза өлген. Бәрі тіркелген. Тіркелгені шамамен 250-ден артық қой, 250 бас тіркелгені. Жаңған екен, 4-5 күнде сондықтан біраз жаңғанның әрине ондай факт бар. Дегенмен де осы 2 күнде қатты жұмыс жасап, көп жерді сөндіріп алдық. Қазіргі мынау ачақтар дейміз ғой, ең от шыққан жерлерінде локализация жасалды. Локализация деген өрт сөндіру. Бүгін кешке дейін тағы бір монитор жасаймыз. Амангелді, Шеңбер, негізгі источнигі Шеңбер, Амангелді, осы Пионердің маңайы, Ақтас, Жангелді округы, Қарсақбай округы. Оның бәрінде өрт сөнді.
сөндіріп. Қазір енді мына бір жерден шығып жатса, оны техникадан дайын балық сөндіріп. Мынау селоның әкімдері, сіздердің халықтарыңызды жақсы көтеріп, бәрін бірлестіріп жатырмыз. Бәрін жаман сөндіріп. Танытқан шығарсыздар, мен облыс әкімі орынбасары Шайдар Серікжаманқұлы деген азаматпын. Бізге де өте емес, кезінде суын ішкенбіз. Ендігі мәселе қазір енді өрттің беті қайтып келеді. Өрттің беті қайтып келетіннен кейін шаруа қожалықтарымен ақылдасайық. Енді мынау осындай крестьянский хозяйство Әбдібек деген азаматтың мал жанып кетті деп жатырмыз. Мында отырыңыз. Мына кісі бауырымен отыр. Ол кісінің екінші әдейі бардым, ол кісімен сөйлестім, малды көрдім. Ол кісіге компенсация толығымен жасалады. Осы жерде сұрақ қояйық, сол Әбдібековтер жөнінде ветврачтарының салғырттығынан былтырғы төлдері сырғаланбай қалған, биылғы төлдер ол сырғаланбаған, солар есепке кірмей отыр. Малдың 200 қанша? 256 ма, 268 ба, сондай ғана есепке кіріп тұр. 258 басты есепке кіргізіпті. Ал мен жаңағы шығын 308 басты. 308 басты есепке кіргізіпті. Менің қарағандының зам әкімі келді, Таудыққа келді, өздері бәрі көрді. Сосын ұлттық енді неден үкіметтен көмек болады деп айтты, сонысына да рахмет айтты. Содан қуанып отырсақ енді соған. Бастапқыда сізге ешқандай мал төленбейді деп ауылдық әкімдік пе? Бастапқыда ауыл әкімі келді, ол айтты, ондай ешқандай не жоқ деп айтты. Бұндай неге төлем жоқ, қайырымдық ондай ештеңе жоқ, малды страховать ету керек деді. Енді содан үлкен жоғарыдан келген кісілер енді өздері көзімен көргесін. Енді қолдарыңызға акт берген күтесіздер ғой енді? Иә, енді актыны беріп, сосын нетсе болды ғой өздері. Иә. Өздері енді сонда уәде беріп кетті ол кісілер енді. Көзімен көрді өздері. Иә. Біздің шаруа енді сену ғана дейсіз ғой. Біздікі енді сену. Өздері енді өздері біледі, уәдесін орындай ма. Бірақ ол әзірге білмейсіздер, қойды қаншадан бағалайды, жоқ әлде шет жағасын айтты ма? Ол сөзді айтты, базар бағасын, базарда қанша, сол бағаменен қойыңдар деп айтты. Ауылынан шыққан облысын. Зам әкім, облыстың зам әкімі сөйтіп айтты ғой. Жақсы, рахмет. Сіз өрт кезінде дәл осы жерде болдыңыз ғой, осы жайлаудың басында, иә? Қалай болды? Айтып өтсеңіз, қалай мына үйге кіріп үлгердіңіздер? Енді нақты өрттің ішінде өзім болдым. Жаңағы табиғи апат дейміз ғой. Өрт келіп, сыртта жанып жатқан кезде осы тас үйді паналадық. От терезеден ұрды. Көк түтін ішке келіп, бала шаға тұншығып, жылап, осы жерде құлап, басы сондай жағдай болды. Сыртқа шығайын десек дала алауат қызыл өрт, ішке кірейін десек іштің өзі көк түтін. Осы бірінші алла, екінші осы тас үйдің арқасында бала шағамен аман қалдық. Қанша бала болды осы жерде сонда тығылғанда? Менің қасымда осы екі бауырымның баласы, өзімнің балам 7-8 бала болды. Баланың алды 9-10 класс оқиды, арты 2-3 класс. Малды көмірді енді мен жалғызлықта адамдың ауылда. Маған көм дейді, мен мына көмірмен техникам жоқ ешқандай. Көміш керек бұған енді көміш жерді қазір. Мен соған енді әкімшіліктен көмек керек маған. Енді көмде отырғанның өзі сол әкімшілік қой, е? Конечно, кеше кеп айтып кетті ол жаңағы. Байқаңыр ауылың әкімдігі. Несі, әкімі бар, жаңағы ұлтаудың несі бар, қарағандың, жаңағы емчестік адамдары бар, бәрі кеп кеше. Енді сіздің мына жерге көмгеніңіз ол санитарлық талаптарға сай келмейді ғой, өзіңіздің отырған жеріңіз. Оның барлығын олар есеп тұрған жоқ қой, мына жерде құдықтан су ішіп отырсыз. Ертең ол жер асты суларымен жақын жерге көмген мал бола ма? Енді соны алсырақ физикалық та мүмкіндігіңіз жоқ бұны көмуге, жалғыз басты адамсыз. Сізде техника дегенде КАМАЗ ғана бар, иә? КАМАЗ ғана бар. Иә, мына 300 бас малды тасу әрі қарай көму ол. Ұстасақ үгітіліп жатыр, жаңа аяқпен түртсе мал үгітіліп жатыр. Оны күреп апару керек пе, бірдеңемен арту керек пе, меніңше солай секілді. Сіздің айтатын базынаңыз әкімшілік осыны көмуге көмектессін. Иә, сол. Сұрайым мен соны басқа шешімі қашан, неше күнде дайын болды? Қайсы?
жаңағы мал. Мына мен былай тапсырма беріп отырмын. Бірақ енді бағана қарадым, кішкене аяқ басуларды мен айттым, 2 жеттің ішінде компенсация завершить. Посмотрим, как получится. Ну, бір айдың оғдарында. Бұл жерде енді бұл бюджетке байланысты болады. Нағыз айтып отырмыз, бюджеттен бізде ақша жоқ дейміз алдында. Біз айтып отырмыз, сен оған уайымдама, бірінші құжатын дайында, отдел финансы бәрі шықта, бюджетке заявка бер. Бірақ 2 сеттің ішінде сіздер уже құжаттарыңызды көресіздер. Мынандай суммаға болды, мынандай суммаға осы төлетіп. Ол бірақ одан бір айдың ішінде төленемін. 2 айдың ішінде төлеп. Это вопрос бюджет, тездету керек, бері қарай аудару керек. Тездету керек, енді анау шетте бала-шағаға тамақ керек. Тездетеміз. Ал егер де сол құжаттағы бағаға келіспесек не болады? Бағаға келіспеген деген болмайды. Ситап біздерге рыночный бағамен. Одан айтпесе біз қазір бұл жердегі ауылдың бағасымен емес, вообще түсіріп тастайды, білесіздер ғой. Рыночный бағамен деп отырмыз. Рыночный, общий баға. Былай ғой, сіздерді түсіндіру керек, бюджет ақшасы. Сізге өтіріктен жаңағы бір ғой 100 мың келді айтып жүрген ғой. Мен сұрап отқаным сол ғой. Сұрағанның айыбы жоқ ешқандай да. Оценканы жазайды, олар жаңағы статтан да қарайды, еттің бағасы қандай, басқасы бәрі зерттейді ғой. Мына существующий момент. Сонымен орталап береді, сол ертең сізге де ешкім тиіспесін, бұл кісіге де ешкім тиіспесін. Қойдың бағасы мен қостың бағасы екі түрлі болады ма? Тағы сұрағым, ана жерде жатқан өлексені кім шешеді, кім көмеді? Сіз сол кісінің жолдасысыз ба? Мен туған апасымын. Сол баланың бәлдебіспен шаруасын істеймін. Туған апасы болсаңыз, жаңа біз ол мәселені управление мектебіне айналысып жатыр. Бүкіл шығынды ШСС-ен ауданның орынбасары ғой. Мынасы управление бастығы ветеринария. ШС-тің есебінен шығын бәрі көмген бәрі өтеп береді. Жоқ, көмген болғанда ол жерде физический ол кісілерде құрылғы жоқ, ковш жоқ, экскаватор жоқ. Адамымыз ғой бәріміз үшінде отырған. Наурып деп зачем? Каустический содамызға дейін алып беріп жатырмыз. Оны созбау керек біріншіден оны созбау керек. Өйткені ана жерде құдық тұр ғой, ауыз су тұр ғой, бала-шаға сол құдықтан созбайды. Мен айналысып жатыр, бүгін әлі қалдырдым, сен осыны айналысып көміп кетті. Мен отырды ветеринар бастығы. Неше күннің көлемінде? Ертең кетеміз ғой. Алла қаласа. Жақсы. Оценка жасаймыз дедік қой. Сол оценка жаңа звондап отыр, оценщиктер қарағаннан шығамыз деді. Соған малды бүгін көмбей тұратын тұрыш деп айтты. Бүгін көмеміз деген, бүгінге соған тоқтатып отыр. Оценка ол міндетті түрде керек. Оценка жасаса ертең бәле болады. Ол біздің ниетіміз ғой, сіздер 308 белгі салайық деп отыр. Ол әкім де солай айтты облыс әкімі. Заң бар ма? Ертең ол біреу келеді, көке берген. Оценка қайда? Не қайда? Тем более біз рыночный бағамен бере салайық деп отырмыз. Біздің негізгі ниетіміз крестьяндар осыдан шығынға түсіп қалмай бір пайда көрсін деп отырмыз. Өйткенде осы жерде айналғанда байланысты оңай емес, бәрін білеміз ғой мысалы. Сондықтан біз бардық, ол кісімен сөйлестік, бәрін түсіндіріп айттым мен, былай болады, былай. Ол кісі айтты, жақсы, бітті, мен бәрін түсіндім. Басында ол кісі ойлап та шынында найзағай болды, ШС-қа жата ма, жатпай ма, компенсация бола ма, болмай ма деген сияқты ойландым. Біз айттық, сол шығын, мал шығыны компенсация өшеп төленеді. Бірақ ИСЖ-да болмайынша, жаңа айтылды, Айсұлтан заңды бәрін білесің ғой. Егер де ИСЖ-да болмаса, ертең үлкен проблема болады. Әрине. Вакцинациядан сеймей сонда. Сізге ешқандай елде болмайды ана. Бәрі сода шығады. Малдың басы бар ма? Бар. Енді приплод деген мәселе тұрса, кіргізбесе бұл обязательно порядка кіргізеді. Ендігі мәселе мынау жайдың мәселесі, сенақос мәселесі, қалай болады деп ойлап жатса айтасыңдар ғой. Бұл мәселеде біз енді өзіміздің ойымызбен бөлісейік, өзіміздің ойымызбен. Күрделі мәселе, сөз жоқ. Егер біз қазір былай жасап отырмыз. Жаңа мен кешені ұстап өтіп кезінде мемлекеттік органдардан жинадым, қалай жасайсыңдар, аудан бойынша қалай шешеміз. Енді бүгінде жаңа қарадық, бәріне тапсырма бердік. Қазір біз мынандай жол бар. Енді біріншіден базадан бәрін тексереміз. Белгілі ғой, АИС-ГЗК деген бар, білесіздер, қолдау деген система бар. Оның бәрі қазір ИСЖ-мен интегрированный бәрі. Жеріңіз қанша бар, малыңыз қанша бар, нагрузкасы қанша бар, бәрі қазір көреді информация система. Сондықтан енді анау ШС арқылы қай жерде қандай пожар болды, қандай нүкте болды, оны да көреді, айтады андай. Сол кезде бәрі шығарамыз. Оған уақыт керек. Солай ма? Мен айттым, бір жетінің ішінде ол жұмыстың бәрін аяқтап бітірді. Біз бүгінгі мен қазір предварительно АИС-ГЗК-дан алғызып, космомониторингпен ШС-пен қарағаным 39 землепользователь. 39 землепользователь қай жерде жаңа өрт болған. 39. Оның ішінде
сіздердің ауылдарыңызда 10 көмек болды. Фамилиямен айтсаңыздар, фамилияларыңызды айтып берді. Енді сол базаға маған жіберді. Кімде қанша мал бар, кімде қанша мал жоғына деген мал бар. Енді малы шын бар, пастбищасынан көп екінші ұстап отқандарыңыз да бар екен ішінде. Кейбіріңіз 3 гектарды алып, бірде бір мал жоғыңыз да бар екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз айтып жатырмыз. Қазір біз былай қарайық. Осы бірінші мәселе крестьян осы енді жанбаған жан-жағында қандай крестьяндар бар. Оларда қандай пастбищаға нагрузка бар, жайылымға. Мүмкін малы жоқ, мүмкін 20%-дан төмен шығар деген сияқты. Солармен сіздермен байланыстырып, мына жерде ол қазір шығарамыз ғой, кімде қандай шығын болды, әйтпесе кімде үшін жағдай күрделі мысалы. Малы бар, жер жанып кетеді. Солардың бәрін бұл кісілер жаңағы крестьяндармен меморандум жасайды. Міне сендер мынандай жер бар, артық жер бар, 20%-дан пастбищаны артық пайдаланып тұрсың, мына жерге мына кісілер барады. 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл ма, 2 жылдан өзі шөптерін жасап шығарып. Екінші мәселе, біздің білесіздер земли госзапасы деген бар. Земли госзапасы деген ол үлкен жер, сіздерде оның ішінде қолдануда. Біз сөзін айтып отырмыз. Қараңдар, маңайында қандай жерлер бар, земли госзапасы бұл құқылы жер кодекс бойынша 1 жылға безвозмездно. Ешқандай госакталу, бір нәрсе деген жоқ, безвозмездно айтады, договор жасайды, 1 жылға сіздерге шөп шабуға, мал жаюға беріледі. Сол жерлерді қарайды. Сосын сіздерге ұсынады. Мынандай жер бар, мынау земли госзапас, әлі ешкімге конкурсқа шыққан жоқ, шөптерген жоқ, мына жерге барды жайылым. Шауып алыңдар дейді. Шауып алыңдар. Барып шауып алсаң, шауып алып шауып. Егер де енді өз арамызда келісеміз, сіздер жер тауып, шауып аламын десеңіздер, бұл кісілер тек қана ұзақ өтетіп береді. Сіз ешқандай кедергі жасап, ана жер мемлекеттік неге шауып алсаң, әйтпесе ана жерде нәрселер ешқандай ондай әңгіме болмайды. Енді тағы бір мәселені айтып жатырмыз, мынау аудан бойынша қарап отырмыз, Бозшакөл деген жер бар мысалы. Бұрын білесіздер, Советский айдалып жатқанда. Сол жерде мысалы қазір Түркістанның жағдайын естідіңіздер ғой. Түркістан бәлеті. Ол кісілер бізге шығып жатыр, мысалы, сіздерде жер бар ма шөп шауып алатын бәлеті. Ана республика бойынша айтып жатыр, мысалы, біз келсек шауып алсақ деген сияқты. Біз айтқанбыз, давай Бозшакөлге келіп қараңдар, шауқсаңдар шауып алыңдар бәрі. Олар заинтересованы. Біз қазір айтсақ, мысалы, сіздерден егер сондай желающий болса, мысалы, мен де барам. Техникам бар деймін ба, давай сөзден барайын шауып алайын десек. Пожалуйста, біз ол жерде сіздерге тегін береміз. Тегін. Договормен барамыз. Бұл жерде мынандай жағдайды ойластырып қарауымыз болады. Егер де мысалы біреуіңіз келісіп Бозшакөлге барамын десеңіздер, мысалы біз айтамыз, таксиның қанша жері бар? Өз негізі мына жерде сіздерге айтқан шабындық дейміз ғой. Шабындық деген ол категория земли. Жайылым ол басқа категория земли. Шабындық сіздерде сәпсіз мас. Шабындық жоқ. Жаңа бүкіл сол Алатау ауданы бойынша шапқанда 400 гектар шабындық шыққан жоқ. Жалған, қалғаны бәрі жайылым. Сондықтан жайылымның категориясы ол мал жаю, шөп шабу емес. Сондықтан да бұл жерде арасын айырмау керек. Енді біз жаңағы Бозшакөлге барамын десеңіздер, біз қараймыз, сізде мысалы мынандай жайылым бар, мынандай сенокос бар, сенокосы болмай-ақ қойсын. Жайылымда шөп шабасыздар ғой сіздер, жайылымда шөп шабасыздар. Егер де мына жерде шапқаға қанша шығын кетеді мысалы. Бәленбай сағатқа кетеді, алып келеді. Ол өзіңіздің мойныңыздағы шығын, солай ғой, жылда жасап жүреді. Ал енді Бозшакөл алыстау болатын болса, біз соны расстояние санап барып келуге мүмкін мынау через сіздерге сәлем береміз. Барамыз дегенде, түсіндіңіз ме? Міне осындай механизм жасап жатырмыз. Міне осыны сіздерге айтайық, түсіндірейік. Енді мына кішкене пожардан өрттен бет қайтты ғой кішкене. Енді осы ущербпен жағдайды жайластыру сол мәселесін қарап жатырмыз. Оған комиссия жұмыс істеп жатыр. Есіміңіз Дулат қой сіздің, иә? Әбдібеков Дулат. Әбдібеков Дулат болады есімі. Сіздер өртті КамАЗбен жаңағы цистерна тіркеп сөндірдіңіздер ме? Қалай соны түсіндіріп айтып жіберсеңізші. Бардым құдыққа. Содан су алдым цистернамен, 2 тонна цистернамен. Сол жаңағы құрылысшыларым бар тың үстінде, 2-3. Солармен бардым. Мотор орнатып қойдыңыздар ма? Моторды орнатып, сумен сол КамАЗбен сосын қойдың алдын ораймыз деп суын шашып. Bir reis барып келдік. Екінші рейсте уже үлгермедік шатаққа. Біз бардық, отта келді, ол біз ішінде қалдық сол оттың ішінде. Үйге қарай. Содан кейін түтін бір айналып үй жаққа келдік сосын. Үй жаққа келіп сол вагондың пеш қораны үйдің алдын сол КамАЗдың өз басына шашып. КамАЗдың өзі өртеніп кете жаздап жүр ғой? Иә. КамАЗдың өзін сөндіріп сөйттік басқа өмір.
Үйге келсеңіздер, бұл кісілер үйде тығылып отыр ма? Бұлар үйде. Сырты өртеніп жатыр дала. Сырт өртеніп жатыр. Бұларды үйден шығады. Көк түтін көк ала. Содан балалар жылап, шулап. Сонымен Ана вагонның түк қалмапты енді. Ол тұрған вагон еді ғой, аман сау тұрған. Вагон тұрған вагон ғой. Ол шашып жан жағы бәрі сулағанмен ол үстінен жанып бәрі төбесіне. Төбеден бастап жатты. Содан сөйтіп сол сөндіріп, өзінің КамАЗын өзін сөндіріп, жаңағы пеш қораны сөндірдік. Үйтіп есік алдын бәрін сулап, балаларды шығарып, одан Жаңағы жайлау жақта қарасақ, кейбір жерлерге өрт тиген, кейбір жерге тимеген. Сонда сіз енді өрттің ортасында болдыңыз, сырттан көріп тұрсыз. Паласамен өтіп жатыр ма өрт? Қалай өтіп жатыр? Иә, паласа жаңағыдай жалын көтеріңкі құйын құсап көзі бір бөлек келді ғой, бір несі. Кинодағыдай ма? Кинодағыдай. Алды судың толқыны сияқты үшін жаңағы үлкен кегені бір бөлек. Бір бөлек сыртымен өтті. Өз су зорып атқанда көріп тұрдық жан жағымыз солай. Қоршап екі жағынан өтті, ортасы бір бөлек болып келді үйге. Өздеріңіз күйіп қалмай аман. Өзіміз сол жаңағы мен іште КамАЗдың жаңағы екеуі үстінде, ол екеуі енді өз судың күшімен қалды ол екеуі. Бір-біріне шашып бүйтіп. Жаңағы шаштардың күйген еткен, жалын. КамАЗдан асты ғой жалын. Жаңағы екеуі енді кузовтың үстінен жалын кузовқа дейін көрініп деді ғой үстін шығып. Жақсы. 20 бұзаудан қалған осы дейсіз бе? Бұның ішінде жағдайы мүшкіл біреу, екеу, бір үшеуі қатты күйген екен, е? Көп ұзамайтындар енді осы шығар енді. Осы.